Қайырлы күн, достар. Бүгін қамыры картоптан дайындалған өте жұмсақ, дәмді, қарапайым пирожки пісіретін боламыз. Әуелі 3-4 картопты қабығынан аршып, қазанға салып, үстінен су құйып қайнатып аламыз. Піскен картоплымызды ұнтақтап пюре жасаймыз. Үстінен картоп қайнаған судан 200 граммдай қосамыз. Bir ас қасық тұз, қант саламыз. Құрғақ ашытқы қосып, ұнды салып, жұмсақ қамыр илеңіз. Ыдысымыздың қақпағын жауып, 1 сағаттай ашығанша жылы жерге қойып қоямыз. Осы кезде табаны қыздырып, май құйып, фаршымызды салып қуырамыз. Үстіне пиязды салып араластырамыз. Содан соң туралған капустаны қосамыз, араластырамыз. Қалауымызша тұз, бұрыш сеуіп, бетін жауып бұқтырып қоямыз. Қамырымыз ашыған соң, алақанымызды майлап алып, қамырды кішкене бөліктерге бөліп, ортасына фаршты салып дөңгелектейміз. Табамызға май құйып қызып тұрған кезде пирожкимізді салып, екі жағын аударыстырып отырып қызартып қуырып аламыз. Тарелкамызға майын құрғату үшін салфетка төсеп, пирожкилерді саламыз. Міне, достар, қамыры картоптан дайындалған өте жұмсақ, дәмді, қарапайым пирожкиміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер.